Комплекс сандар бөлімінің 17-де 8-ші есебі. Теңдік орындалатындай x және y нақты сандарын табыңдар. Бірінші есеп. Бұл теңдік орындалуы үшін комплекс сандардың теңдігін пайдаланамыз. Бұл x пен y-тің мәнін табу үшін. Комплекс сандардың теңдігі бойынша комплекс сандар тең болу үшін олардың нақты бөліктері біріне тең болу керек, және жорамал бөліктері өзара тең болу керек. Бірінші теңдіктің сол жағын жақшаларды біріне көбейтеміз. 2x минус x көбейтілген y плюс 6y минус 3y квадрат. Y квадрат минус 1-ге тең, сондықтан плюс 3 болады. Бұл 3x плюс 3y y-ге тең болу керек. Енді нақты бөлігі бізде 2x плюс 3 болады. Жорамал бөлігі 6 минус x болады. Көбейтілген y. 3x плюс 3y y-ге. Сонда 2x плюс 3x-қа тең болу керек. 6 минус x тең болу керек 3y-ге. Бұдан біз мынандай теңдеулер жүйесін аламыз. 2x плюс 3 тең 3x. 6 минус x тең 3y. Теңдеулер жүйесіндегі бірінші теңдеуді оңай шығаруға болады. Бірінші теңдеуден x-тің 3-ке тең екені көрініп тұр. X тең 3 болатында оңай шығады. Екінші теңдеудегі x-тің орнына 3 апарып қойсақ, 6 минус 3 тең 3y. X тең 3, y тең 1 болады. Жауабы x тең 3, y тең 1. Енді 17-де 8 есебінің екіншісін қарастырайық. Алдыңғы есептегідей теңдіктің сол жағын екі жақшаны біріне көбейтіп өрнектейміз. Түрлендіреміз. 5 плюс 2 i минус 5y минус 2y, i квадрат, ол минус 1-ге тең, сондықтан плюс 1 кетеді, плюс 2y болады, тең 3x минус 2y. Нақты бөліктері 5 плюс 2y, жорамал бөлігі 2 минус 5y. 3x минус 2y. Нақты бөлігіне теңестіреміз. 5 плюс 2y тең 3x-ке. Жорамал бөлігі 2 минус 5y тең болады минус 2y-ке. Теңдеулер жүйесі алынды. Енді бірінші теңдеуден 2 минус 5y тең минус 2y-тен біз y-ті оңай таба аламыз. 3y тең 2-ге, y тең 2 бөлінген 3-ке. Осы y-тің орнына, бірінші теңдеудегі y-тің орнына 2 бөлінген 3-ті апарып қоямыз мына жерге. Сонда 5 плюс 2 көбейтілген 2 бөлінген 3 тең 3x. Бұдан 3x тең ортақ бөлімге келтіретін болсақ, 5-ті 3-ке көбейтіп 3-ке бөлеміз. Сонда 15 плюс 4, 19 бөлінген 3 болады. X тең 19 бөлінген 3-ті бөлшектің бөліміне көбейтеміз. Бөлігі өткізгеннен кейін 9 болады. Сонда жауабы x тең 19 бөлінген 9, y тең 2 бөлінген 3. Он 17-де 8-ші есептің үшіншісі. Теңдіктің сол жағын ықшамдаймыз. Жақшаны ашамыз. 3x плюс y көбейтілген x плюс y, 2 минус y-дің квадратын табамыз. Ол 4 минус 4y плюс y квадрат, ол минус 1-ді береді. Осы бізде тең болу керек 3 минус 2y-ге.
3x плюс ix плюс y көбейтілген 4-тен 1 алсақ 3 минус 4i тең 3 минус 2i. Жақшаны ашамыз. 3x плюс ix плюс 3y минус 4yi тең 3 минус 2i болады. Нақты бөліктері 3x плюс 3y плюс жорамал бөлігі x минус 4y көбейтілген i тең 3 минус 2i. Сонда 3x плюс 3y тең болу керек мынау 3-ке. x минус 4y тең болу керек минус 2-ге. Теңдеулер жүйесі алынды. Бірінші теңдеуде теңдіктің екі жағын 3-ке бөліп жіберсек x плюс y тең 1 болады. Екінші теңдеуден біз x-тің неге тең екенін оңай таба аламыз. Ол 4y минус 2-ге тең. Бірінші теңдеудегі x плюс y тең 1-дегі x-тің орнына 4y минус 2-ні қойсақ, плюс y тең 1 шығады. x тең 4y минус 2. Арғай, бірінші теңдеуден y-тің неге тең екенін оңай табуға болады. 5y тең болады 3-ке. x тең 4y минус 2. Арғай, бұдан y тең 3 бөлінген 5 немесе 0,6 десек болады. X тең 4 көбейтілген y бізде 0,6-ға тең минус 2. Ол тең 2,4 минус 2, 0,4-ге тең. Сонымен жауабы x тең 0,4, y тең 0,6. 17-8 есептің 4-шісі. Теңдіктің сол жағын түрлендіреміз. 2 плюс 3i-дің квадраты 4 плюс 2 еселенген 2 мен 3i-дің көбейтіндісі ол 12i-ді береді. Плюс 3i-дің квадраты ол минус 9-ға тең болады. Минус 5y тең 5x минус 3xy-ге. Теңдіктің сол жағы минус 5 плюс 12 минус 5y тең 5x, i бар, айтып қалып кеткен, 5x минус 3xy болады. Енді бұдан 5x тең болу керек минус 5-ке. Мынау минус 5 пен мынау 5x тең болу керек. Және де 12 минус 5y пен минус 3xy бір-біріне тең болуы керек. 12 минус 5y тең болу керек минус 3xy-ге. Бірінші теңдіктен x-тің минус 1-ге тең екені көрініп тұр. 5-ке бөлуді, 5-ті мынаяққа бөлуді өткіземіз. Енді екінші теңдеудегі x-тің орнына осы минус 1-ді қоямыз. Сонда 12 минус 5y тең 3y болады. X тең минус 1, 8y тең 12. Сонда x тең минус 1 болса, y тең 12 бөлінген 8, 4-ке қысқартсақ 3 бөлінген 2 немесе 1,5 болады. Сонымен есептің жауабы x тең минус 1, y тең 1,5.